Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен жаңа сатып алған алғашқы экшн камерамды бірге ашып, яғни распаковка жасайтын боламын. Міне экшн камераның қорабы. Қазір бірге ашып көрейік, ішінде не бар екен. Қазір сіздерге қорапты ашып көрсетемін. Жалпы бұл камераны алған себебім өзімнің мысалға саяхатқа шыққанда немесе велосипед тағы басқа жүргенде ыңғайлы жеңіл болған үшін алдым. Бірінші болып камераның өзі көрініп тұрғандарыңыздай өлшемі кішкентай, қолыма ыңғайлы, сол үшін де заказ беріп алып көрейін деп алдым. Қораптың ішінде қосымша аксессуарлар да бар. Қазір оларды ашып көретін боламыз. Міне камераның өзінің қапшығымен келіп тұр, яғни судан қорғайтын қапшық түсіріп алдым. Алғаш ашып тұрғаннан кейін бір қолмен ұстап. Жалпы камера ұқыпты жасалған, сапасы жақсы сияқты. Маған ұнағаны оның шағын әрі жеңіл болғаны. Енді ішіндегі аксессуарларына тоқталатын болсақ, жалпы велосипедке қондырғанға өзімде білмей тұрмын, мұндағыны қалай атайтынымды бірінші рет өзімде көріп тұрғаннан кейін. Енді ремен шығар, енді держатель ғой деймін. Андай камераға да ұстатқызып қоятын, штативке де, велосипедке де ұстататын. Тағы несі бар екен, мынау шнуры зарядтайтын. Сонымен қатар мынау жаңағы защитный несі, летний ғой деймін. Велосипедке қойғанда бірге қойғыздыратын, осылай тіреуші ма, қалай айтады. Осындай аксессуарлары бар екен. Қалай аталатынын білмеймін, енді камерадан барлығы көрініп тұрған шығар. Мұндағы енді экран тазалағышы деп ойлаймын. Сол жаңағы қандай да бір держатель ғой, енді тұтқасы бірдемеге қойып, жаңағы қосымша окносы ма, білмедім енді. Инструкциясы да бар. Жалпы осы қолданып жатсам, алдағы уақытта видео тағы да түсіретін боламын. Бұл камераны кейінірек толық қолданып көріп, бөлек видео түсіремін. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда тағы кездескенше сау болыңыздар.